Hazır Қытай Халық Республикасынан келген Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Іле аймақтан келген әртістеріміз спонсор кешіміз басталады. Қызу құттықтайық. Қазір орталарыңызға Шинжаң Ойғыр автономиялы ауданы райондық саяси кеңесінің төрағасы Шанган, Аумын, Тайвань, Мұхажырлар және Сыртқы істер комитетінің меңгеруші Тақия Ескендір ағамызды құрметпен ортаға сахнаға шақырамыз. Ассаламағалейкум. Бүгінгі мына кешке келген алыс жақындағы туыстар, Түркиядағы мұхажыр туыстар, бүгін біз осы мына Түркия Халық Республикасының көрікті Стамбул қаласында өздеріңізбен бас қосып отырмыз. Мен осы кезде сондай қуаныштамын. Барлықтарыңыз қош келдіңіздер, кеш жарық. Мына Түркия Халық Республикасы менен Жоңқа Халық Республикасы байырғы мына жібек жолындағы дос еді. Осы жібек жолы екі елді жалғап келе жатыр. Мына жақын заманнан бері екі елдің достығы одан асып күшейіп бара жатыр. Халықтардың барыс келісі қоюлап, байланысымыз барған сайын күшеюде. Біз осы мына келісте біздің елімізде осы мына Түркиядағы біздің мына Шинжаңнан келген қазақ мұхажырларға көңіл бөлетін бір жақсы саясат шығып отыр. Осындай байланыспенен біздің мына Жоңқа Халық Республикасы Шинжаң Ойғыр автономиялы райондық халық өкіметі бізді осы арнайы Түркияға барып, Түркиядағы қазақ мұхажырлардан мән жайын оқып келіңдер, қал жайын оқыңдар. Одан кейін осы бауырластарға арнап мына қал сұрау ретінде бір ойын нөмірлерін апарып қойып келіңдер деген міндетпен жіберді. Осы барыста біз мына Шинжаң Ойғыр автономиялы райондық мына Іле қазақ автономиялы облысының ойын сауық үйірмесін бастап келдік. Енді біздің бұл ойын сауық үйірмемізде атақты әртістеріміз бар. Бұның ішінде мемлекет дәрежелі ақын, мемлекет дәрежелі күйші, одан кейін тамаша биші, әнші, сондай әртістеріміз бар. Бұл әртістеріміз өздеріңізге тамаша нөмірлерді алып келді. Осы нөмірлерді бүгінгі отырған мына сыйлы қонақтардың ұнатып көруін қарсалап, сонымен бірге мына Түркия Халық Республикасы мен біздің Жоңқа Халық Республикасының екі елдің мына қарым-қатынасы әзір мына жаңа жібек жолы экономикалық белдеуін құрып отырған осындай бір шақта тіпті күшейе берсін деп тілек айтамын. Сонымен бірге екі елдің осы халқының қатынасы тіпті жақсарып, тіпті жақын достардан болуын армандаймын. Сонымен бірге мына Түркиядағы қазақ бауырластарымыздың, мұхажырларымыздың бел қарынның сау болуын, тұрмысының одан ары жақсы болуын, ғұмырларының ұзақ болуын тілеймін. Көпшілікке рахмет. Төменде концерт нөмірімізді